Сэндвич брауни дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа қажет болады. Шоколад, сары май, қопсытқыш, ұн және қант. Қант пен жұмыртқаны миксермен жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін шоколад пен сары майды микротолқында ертіп аламыз. Жақсылап араластырып, суытып, содан кейін бірақ жұмыртқа мен қант араластырып жатқан миксерге саламыз. Массаны бәрін біріккенше жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін ұн мен қопсытқышты жақсылап араластырып аламыз да, біріктіріп. Кейін осы шоколадты массаға енді сонда ұн мен қопсытқышты салып, барлығын біркелкі болғанша жақсылап миксермен араластырып шығамыз. Алдын ала кондитерский мешокпен насадканы дайындап аламыз. Домалақ насадканы саламыз. Дайын болған қамырды кондитерский мешоктың ішіне саламыз. Сіздерге ескерту айтып кетейін, бұл қамырды міндетті түрде сол уақытта қолдану керек. Кейінірек қамырымыз қатып қалады. Пештің табасына, яғни противенге, үстіне пергамент төсеп, силиконовый коврик немесе төсеп, үстіне қамырымызды дөңгелетіп түсіреміз. Енді табамызды 1-2 рет қағып жіберіп, 180 градуста 10 минут пісіреміз. Осындай болып пісіп шығады, толықтай суытамыз. Енді салмасын дайындаймыз, яғни крем-чиз. Ең алдымен творожный сыр мен сахарный пудраны жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін сливки құямыз. Барлығын жақсылап, тұрақты крем болғанша араластырып аламыз миксермен. Дайын болған кремді кондитерский мешокқа салып аламыз. Енді дайын болған брауниге кремді жағып шығамыз. Содан кейін 4 сағатқа холодильникке қоямыз. Крем пропитываться ету керек. Немесе бір түнге холодильникке қойып қоямыз. Енді ганаш дайындаймыз. Ол үшін сұйық май мен шоколадты микротолқында ерітіп аламыз. Содан кейін барлығын біркелкі бойынша араластырамыз. Ганашқа жартылай браунимызды матырып аламыз. Қалауыңызша әсемдейсіздер. Мысалы, жаңғақ болуы мүмкін, шоколад болуы мүмкін, немесе жеміс жидектері болуы мүмкін. Кокос стружкасы, миндальный лепестки, қалаған затыңызбен әсемдесеңіздер болады. Әсемдеу міндетті емес. Видеода көріп тұрғаныңыздай басқа шоколад түрімен де әсемдесеңіздер де болады. Осындай сэндвич брауни болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.